Балалар, бұл Д дыбысының баспа түрі. Қазір біз Д дыбысынан басталатын сөздерге арналған қимылдар жасаймыз. Орнымыздан тұрайық. Д. Доп тепкенде қалай жүгіресіңдер, балалар? Орнымыздан орындайық. Тамаша. Домбыра. Домбыраны қалай тартады, балалар? Жарайсыңдар. Д. Доп. Д. Доп. Енді біз, балалар, Д дыбысының үлкен және кіші түрін ауаға жазып көрейік. Жарайсыңдар, балалар. Барлығында әдемі жаздыңдар.